табыстауымен қатар оны үнемдеудің тағы бір жолы. Қостанай облысының шаруалары тың технологияларды агробизнесте ғана енгізбей коммуникациялық бақылау саласында да қолға алды. Бұл жаңашылдық миллиондаған ақшаны үнемдеуге негіз. Ерекше дамыған шаруа қожалықтарының бірі туралы сюжетке назар аударайық. Тауарды таразыға қойып өлшейтін орын осы жерде. Электрондық кілт жүргізушінің қолында. Салмағын өлшеп, жүк көлігінің бағытын нөмірін тексеріп алады. Анжелика қаржыгер мамандығы бойынша білім алуда. Таразыда жұмыс істеп, тәжірибе жинақтап жүр. Намного проще стало. Қазір жұмысымыз жеңіл. Бұрын кәдімгідей бар жүкті түсіріп өлшеп жату қажет болатын. Қазір көлік кірет, техника арқылы жалпы салмағын журналға жазып аламыз. Бар болғаны осы, қиын емес. Тауардың салмағын қасақана қосу немесе әдейілеп азайту мүмкін емес. Себебі аппарат жалған сөйлеткізбейді. Бұған дейін талай жағдайлар болыпты. Мужики подходят, ломиками давят на платформу, естественно, вес меняется на самой весовой. Бағдарламалық қамтамасыз ету аппаратын орнатып іске қосу үшін қожалық басшысы 1,5 миллион теңге жұмсапты. Директор осы құралдың көмегімен өткен жылы 7 миллион теңге қаражат үнемдепті. Мәселен, ұялы телефон арқылы ғаламторға кіріп, техниканың қай жерде екенін білуге болады. Қандай жылдамдықпен жылжып бара жатқанын да білеміз. Жанармайдың қанша жұмсалғаны бәрі ашық көрсетіледі. Астықты қотаратын құрылғы әр бункерге орнатылған. Есептегіш құрал жанармай көлемін анықтайды. GPS диспетчері тәулік сайын есеп беріп отырады. По данным GPS у нас обработано за вчерашний день 405 гектаров всего. Высеяно 65 тонн на 77-ю клетку. GPS технологиясын танып білген мамандар мұндай бағдарламалардың кез келген шаруа қожалығының бюджетін бірталай үнемдейтінін айтады. Шаруа Александр Бородиннен мұны естіген бірнеше фермер осындай құрылғыны орнатып алыпты. Индира Жылқайдарова, Игорь Нидерер, Ермек Мұхамедияров, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысынан.